Кейде бұл өмірде жалғыз қалғандай боласың. Өмірлік серігіңді еш уақытта жолықтырмайтындай сезімде боласың. Біреулерге Құдай бақыт бере салады. Енді біреулердің өмірі азапқа толы болатын емес. Бақытқа лайық екеніңді қалай дәлелдейсің? Қайтсем бар қиындықты жеңіп махаббат сезіміне бөлін. Бұл мүмкін бе? Әр әйел затының әйел бақытына құқы бар емес пе? Тек әркімнің оған барар жолы әрқилы. Нариман мен Ләйләнің тұрмыс құрғандарына 23 жыл болды. Нариман әкімдікте қызмет етеді. Ал Ләйлә болса мұғалім. Екеуінің арасындағы махаббат уақыт өте жай ғана ынтыққа айналған еді. Соған қарамастан екеуін байланыстыратын жалғыз ғана қызы болатын. Әкесінің ерке қызы Дана мектепті бітіре сала Астанада оқуды ұйғарады. О, қызымыз звондап жатыр. Мамаң екеуміз, Қашан келеді, кез сұрашы? Қашан келеді екен? Келеді, бүгін келеді. О, жақсы болды ғой. Дайындалады. Жолың болсын қызым неше, хабарласам. Аха, кешке күтіп аласың ғой өзің онда. Күтіп аламын. Қой, үйде бар ма дайын тамағы? Үйде не бар, не жоқ қарап, магазинге барып бәрін алу керек, продуктыларын бәрін. Не алып едік жаңасын? Білмеймін ғой қазір. Қызым өзгеріп кетті. Самолет сағат нешеде еді? Нешеде келеді еді самолеттер олар? Осы келетін уақыт болып. Қызым өзгеріп кеткен шығар, Нариман. Қойшы, шайда өзгереді деп ойлайсың ба, сен де айтасың ба? Енді өзгермейін, не? Жігіті бар шығар оның? Қайтым. Есіңде ма? Екеуміздің баяғыдан кездескен кезіміз. Ой, ондайды ұмытасың. Қойшы. Кішкене астығын басып берші. Шашымды жинашы ары қарай, артына қарай. Ой. Сен маған тиіссін деп тұрсың ойдың осы? Жинасашы деп. Бауырсам киіп кететін болды. Яғни шашы түсіп кетеді ғой бауырсам. Ой, Өлме бар баша. Қызымызды ғой деймін, бар. Аш естім. Ой, жаным сол, мен сол, балапаным мен. Нариман қуанып барып есікті ашады. Бірақ есік алдында тұрған Нариманның ерке қыз емес болып шығады. Нариманның түрі өзгеріп кетеді. Жаным, сен мен көргенге қуанышты емессің ба? Менің атышымды қайдан таптың? Ой. Адам керек болса бәрін де табады. Бар екеуміз келістік қой, сосын хабарласам. Қызым? Кім? Бұл кім? Қалай? Адасып кеткен. Жаным, қызым. Привет, мам. Есік алдында тұрған қыз кім болды екен? Қателесіп келмегендігі көрініп тұр ғой. Басқа бір себеппен келген сияқты. Папам да сасқалақтап, бірдеңелерді айта бастады. Мен бір кішкентай қыз сияқты. Демалыста ата-анама келгім келмеген еді. Бірақ осы апта қызық болатын сияқты. Әрине, баласын бағып-қағып өсіру әрбір ата-ананың парызы екені анық. Ләйлә да сол парызын өтеу үшін қызына дастархан жайып күткен еді. Бірақ Дана тамаққа қарағысыз да келмеді. Оның ата-анасы Астананың өзінен екен. Мезгіл сайын Миланға барып киім алады. Қызғанасың ғой, қызым? Қызғанғандық емес, ата-анасы бай болып тұр ғой. Енді жағдайлар болып тұрғаннан кейін барып алып келді да енді. Ода тұрған не бар? Бай? Иә. Тамақтан алсашы, қызым. Жоқ, мама, рахмет. Мен қазір веганмын. Веган емес, қызым. Өмірден қалыпсың ғой, веган деген ет жемейтін адамдарды айтады. Қой, ет жемеймін дейсің ба? Қой, қызым, мынаның бәрін бағанан бері саған дайындап, папаң екеуміз шапқылап жүріп, осыны сен келеді деп күтіп отырмыз. Тамаққа өзімше азып қалғасың ғой, қызым. Тамақтан ал, қой, ет жемейді деген білмейміз. Жоқ, рахмет, мен киімдерімді барып жөндейін. Ой, ет жемейтін адам болады екен. Веган емес?
Құдайым ау. Мұнан бәрін сол қыз келеді деп дайындалдық қой. Тамақ жемеді ғой, түк нәр татпады ғой. Өзі азып кеткен, байқадың ба? Үйшіміз қаяқтың алдын? Дана мүлде өзгеріп кетті. Бұрын үйде отыратын тым жақсы қыз болатын. Астанаға кеткелі өзіне шаң жуытпайтын біреу болып алған. Үлкен болған түрі құрсын, бәріне сөз қайтарып, енді келіп вегетариандыққа әуес. Мына саңқой нәрселерді қайдан шығарған өзі? Ләйла қызының келгеніне өте қатты қуанған еді. Қызының бой жетіп өскенін байқаған ана қызының ең жақын құрбысы болғысы келді. Бірақ Дана анасына онша жақындағысы келмеді. Астанаға барып небір сөздерді үйреніп кепсің ғой? Аха. Серуендеп қайтсақ қайт деді. Жоқ, мама. Мен күшті сериал скачать еттім, соң қараймын. Онда екеуміз бірге қарайық. Сізге ұнайды деп ойламаймын. Жақсы. Мазаңды алмайық онда. Маған неменеге жабысып қалған өзі? Онымен бірге ештеңе істегім келмейді. Екеуміз қайдан құрбы боламыз? Менен жасы әлде қайда үлкен ғой. Екеумізге де қызық болатын нәрсе таба аламыз ба? Отырып алып әлде нәски тоқимыз ба? Дананың үйге келгеніне бірнеше күн болды. Көңілі оған мәз емес сияқты. Күні бойы бөлмеде отырып кешке әкесі келгенде ғана шығады. Осындай кештің бірінде Дананың көңіл күйі көтеріңкі болады. Мендікінен бір аппақ туфли көрген едім. Ай, қойш. Что, гүлдермен? Сізге бір әңгімем бар еді. Айтып ол қызым. Жарайды, келесізде. Тоқта, қызым, кел, отыр. Қызым, кел. Айтсай. Екеуің не құпия менен жасырып? Қайда құпия, қызым? Отыр кел. Мамаңнан жасыратын сырың бар ма? Кел, отыр. Бірге шешейік бәріміз отыр. Айта ғой, қызым. Дана өз-өзіне ұқсамайды. Осы жол келгенде Лейламен өте дөрекі сөйлесті. Не екенін мен де түсінбедім. Әйелім жақтап отырсын. Өткені Лейла анасы емес пе? Ол қыз десе ішкен асын жерге қояды. Жарайды. Ақылдасайық. Мен жігітіммен Турцияға кетпекші. Не? Дана, есің дұрыс емес пе? Қайдағы Турция? Не жігіт ол, Дана? Біз жарты жыл біргеміз. Оның аты Жандос. Сен неге бізге ертерек айтпағансың, Дана? Біз сөзімізді тексерейік деп едім. Ол сенімен бірге оқи ма? Жоқ деп айтсам болады. Кешке сөйлесейікші. Мен кеттім. Дана. Шынымды айтсам, Жандос менен 16 жасқа үлкен. Бірақ ата-анама оны қалай айтсам, мамамның басына жай түскендей болады. Онсыз да үнемі түймедейді түйедей етеді. Жандос екеуміздің арамыздағы қарым-қатынас тұрақты сияқты. Бірақ үйдегілерден осыны жасыруыма тура келеді. Нариман мен Ләйла қызынан естіген жаңалыққа қатты таңғалады. Ләйла қызының шетелге бейтаныс еркекпен кетуіне мүлдем қарсы болады. Алайда Нариман әйелін барынша жұбатуға тырысты. Кеп тұрма, мен қалай түсінбеймін соны сен деген. Жер алмаймын оны. Өзің емес па, Дана? Жігіттерді таныссын деп жүрген. Енді таныссын дегенде мен бұлай емес, енді шетелге барып демалып бірге. Қазіргі жастар саябақта жүрмейді біздің кезіміздегі. Ой, қойшы, Нариман, сен енді бастадың ба? Сонда сен келісіп тұрсың ғой қызыңның барып қайтқанына. Мен енді оларға тиым сая алмаймын. Келісе алмаймын мен ондайға. Мен сен сияқты тиым сая алмаймын деймін, отыр. Одан қайта жігітпен танысайық, көрейік оны. Мүмкіндік берейік ол жігітке. Ой, сені қайда, мен өзім енді оған да дайын емеспін. Ешқандай жігітпен танысып билетам. Болды, отыр. Білмеймін. Соны ойла, жігітпен танысайық, көрейік оны. Көрсетсін өзім. Болды? Не болды ма деп. Қалай спокойно соның бәріне спокойно қарап отқанына мен таң қаламын. Лейла қызымызға еркін жүруге мүмкіндік берер емес. Ана кішкентай қыз емес қой. Кіммен кездесіп, қалай өмір сүретінін өзі біледі. Жақсы жаманды ажырататын уақыт өтті. Осыны ертерек жасау керек еді. Күйеуінің айтқаны туралы жақсылап ойлап, ұсынысын саралап, Ләйла Дананың жігітімен танысуды жөн көреді. Егер екеуінің арасындағы сезім шынайы болса, онда ол сүйіктісі үшін Астанадан ұшып келеді. Дана, жанымсың қызым. Тұра ғой енді қызым.
Дана, жаным сол кешегі саған ұрысқаныма ренжімеші, кешірші мамаңды. Жарайды ма? Сенің есейіп ержетіп бой жетіп қалғаныңа сен алмаймын әлі тіптен. Кеше папаң екеуміз ақылдасып отырып, бір шешімге келдік. Білесің бе? Сен жігітіңді алып кеп, үйге бізбен таныстыр. Жарайды ма? Шын ба не, мам? Шын әрине. Бізбе сенімен бірге ана Турцияға бірге ұшып барайын деп отқан жігітті біз танып білу керекпіз ғой. Кім екенін? Аты кім еді ол жігіт? Жандос. Рахмет, мам. Таныстыр. Мен қазір Жандосқа хабарласам. Жата бермей, давай тұр. Мен шай дайындай берем, шай ішеміз. Қызым екеуміз Астанадан келгелі. Бірінші рет тіл табыстық. Мен оған тым қатал сияқтымын. Қалай дегенмен Дана бой жетті. Ол шын жүректен алғысын айтып құшақтады. Қызымен сөйлескелі Ләйләнің жүрегі орнына түсті. Үйдегілерді қуантқысы келіп, мерекелік дастархан жаюды ұйғарады. Нан ашығанша ол үйді жинап алуды жөн көрді. Үй жинастырып жүріп, күйеуінің сөресінен жаңа модельді ұялы телефонның қорабын тауып алып, аң-таң болды. Нариман үлгілі күйеу. Өмір бойы қызы мен әйелін асырау үшін жұмыс істеп келеді. Бірақ қазір оның қасында мен бармын. Қазір оған оңай емес шығар. Өзіне де сол керек. Мені барлығына көне береді деп ойласа, қателеседі. Маған ақыл тоқтатқан еркектер ешқашан ұнамаған. Нариман екеуміздің арамызда айтарлықтай ештеме жоқ. Маған енді ақша жағынан көмектессін. Мысалы, мен оған жақында жаңа телефон алғым келетін туралы айтқан едім. Мама, не істеп жатсың? Қызым, ештеңе үйдің тазалап жинап бөлмелерді. Мам, мен Жандосқа звондадым. Бір-екі күнде қалаға келеді екен. Таныстыруға да уақыт болады. Жақсы болды, онда жақсы қазір. Не болды? Жоқ, бәрі жақсы қызым. Бөлмелерді жинап, самса пісірсем деп жатырмын, тесті дайындап қойғам, соны жүр екеміз барып, самса жасайық. Жүріңіз. Мен тіпті не ойларымды да білмеймін. Нариман телефонды неге сонша тықты екен? Жаңа телефон екені көрініп тұр оның. Өзіне алған шығар деп ойлайын десем, бірақ оның онсыз да 2 телефоны бар. Менің туған күніме қарапайымдау телефон сыйлаған болады. Осы Нариманның шетте біреу бар емес пе екен? Ләйлә мен Нариманның тұрмыс құрғандарына 23 жыл болды. Ерлі зайыптылардың жалғыз қызы бар. Дана мектепті бітіре сала Астанаға оқуға кетеді. Қызы демалыста ата-анасының үйіне келіп, жігітімен Түркияға баруды жоспарлап жүргенін айтады. Ләйлә бұған қарсы болады. Бірақ Дана жігітімен таныстырам деп уәде бергеннен кейін жүрегі орнына түседі. Үй жинастырып жүргенде Ләйлә күйеуінің сөресінен әйелдер ұстайтын жаңа модельді ұялы телефон тауып алады. Сөйтіп, күйеуінен күмәндана бастаған еді. Жаным, не болды? Бәрі жақсы ма? Ана бөлмеңде тығып жүрген телефон кімдікі? Мен оны өзіме алғам. Өзіңде сенің 2 телефон бар емес пе? Үшіншін алғым келді, не болды алғым? Оны да әңгіме қыласың ба? Лейламен сөйлесу тіптен мүмкін емес. Басына жай түскендей болып жүр өзі. Үнемі мені кінәлай береді. Енді келіп жеке заттарымды ақтарып, босқа жанжал шығарады. Бұрынның да жоқ еді. Бұлай не жау тигенін өзімді түсінбейді. Саған әйелдердің телефонын айтын болған ба? Одан да айтпайсың ба біреуің бар екенін? Ақ телефон болса не әйелдікі болу керек па? Сен де қайдағын айтпай отырсың? Неге шуап кеттіңдер? Мұны біреуің бар деп қоймай отыр. Мама? Жаным, бәрі жақсы, мен бір нәрсе дұрыс түсінбей қалдым. Дұрыс түсінбейтіндей не болды соншама? Айқай шумен баланы қорқытпайын дедім. Қараңғылғырай, күйеуіммен 20 жылдан астам бірге тұрамын, оны мен жақсы білемін. Менің сұрағымнан ол қобалжып сасқалақтай бастады. Демек, ол маған өтірік айтты. Мені ақымақ деп санаса қателеседі. Мен мұны бұлай қалдыра қоймаспын. Мам, пап, ұрыспаңдаршы. Мен сіздерге керемет жаңалық айтайын. Айта ғой. Айта ғой, қызым. Мен өмірдегі сүйікті жарымды кездестірген сияқтымын. Оның есімі Жандос. Астанада тойымыз болады. Перзентті боламыз. Жаным, жүзің деген бақыттан Рахмет. Тұрғы, қызым ал. Бақытты болады. Қыз деген өсіп қалыппын.
Қыздарының арманшыл көңіл күйі үйдегі мәселенің ушығуына жол бермеді. Дананың бақытты болғаны соншалық, ата-анасы оның бұл көңіл күйін бұзғысы келмеді. Соған қарамастан Ләйла өзін қоярға жер таппады. Жаны жай таппай жүреді. Я, үйдегілерінен. Дым қызық жоқ. Аха. Сенде не жғалық? Шымбане? Қандай күшті. Жоқ, бізде Алматыда қаз салқын. Қашан келесің Алматыға? Сүйікті, неге ашық болмасын? Ойла, не болды сон жареншім? Нариман, үнемі сен маған өтірік айтасың. Шындығын айтайын ба? Иә, айт шындығын. Шындығын айтайын мен саған. Мен негізі телефонда Дана қалған. Сен қыздар еркелете бересің дегесің. Сен ренжейді деп, саған сенен жасырдым. Басында солай айтуға болмайды ма? Мен сұраған кезде сасқалақтап қалдың ғой сен? Аяқ астынан кіріп келе жатқан кезде адам сұрақ қойғанда не істейді? Сасқалақтап қалдым. Айтпайсың ба солай деп, қызыма алған телефон деп? Қызыма алмадым, қызыма алдым телефон. Соған да адам ренжимін. Кешірші болды. Қызыма алған телефон. Ойла. Осы жолы Ибраевтар отбасында барлығы орныққан сияқты. Нариман мен әйелінің арасындағы ұрыс керісте тоқтады. Қыздар да бақытты. Бірақ Ләйләні бәрібір бір нәрсе мазалаған болады. Ой, сәлем. Қалай? Көріспегелі біраз болды ғой. Қалайсың өзің? Жақсы. Астанадан Дана келді деп естідім. Дианамен бірге ұшыпты ғой. Диана да Астанада оқитын еді ғой, иә? Иә, солай. Қалай өзіне Астана жағып жүрме? Оқу қалай? Дана деген қазір Астанадам. Жігіті бар, тұрмыс құрайын деп жатыр. Саған айтқым келмеп еді, өзің бастаған соң. Сенің қызыңның жігіті жас деп айтуға келмейді. Өзінен үлкен, ақыл тоқтатқан еркек, өзінен 15 жас үлкен. Масқара, иә, солай. Сен қателесіп тұрған жоқсың ба? Ол үйленген, 2 баласы бар, оған қоса. Қателесіп тұрған жоқпын мен ешқандай, бәрі дәл сондай. Саған жаным ашыған соң ескертіп қояйын дегенім. Қанша дегенмен өзіміздің қыз ғой. Сен алмаймын саған, Баян. Не айтып тұрсың сен? Жоқ, жарайды. Мүмкін емес мен қызымның ондай болуы. Менің Дианам Данамен бір сыныпта оқыған. Екеуі жақсы құрбы еді. Қазір ғой Ибраевтардың қыздары ел жұртты менсінбей кеткен. Үйленген бай бір еркекті ұстап алып, адамдармен араласпайды. Ұшаққа отырғанда Дианаға соны айтып мақтанған екен. Ақмақ қыз ғой өзі. Ол жігітті оған үйленіп алып, ханшайым сияқты өмір сүремін деп ойлайтын шығар. Бірақ мұндай қарым-қатынастың немен аяқталатын біз білеміз ғой. Ләйла көршісі Баяннан естігеніне сене алмады. Басына жай түскендей сезімде болды. Үйге әрең жетеді. Тез арада бұл мәселені шешу үшін күйеуімен ақылдасуға бел буады. Нариман, мен жаңа көршілерден не естідім білесің бе? Нариман, тыңдасашы мені. Өсек тыңдасың ба көршілердің? Қайдағы өсек емес, біздің қызымыздың семьясы бар етекмен шатысып жүрген жер. Қойшы қаяқтағын айтпайды. Қалай қаяқтағын? Сен тыңдасашы, мен саған айтып берейін. Онда үшін не іздедің сен ары бері? Ақша керек маған. Қайдағы ақша? Нариман. Арман машинасын соғып апты маған, $5000 керек. Не дейсің? $5000? Қаяқтағы $5000? Есің ауысқан ба сенің? Ремонтқа қойған ақша қайда? Жоқ ақша. Қаяқтағы Арманның проблемасымен сен деген жүгіріп ары бері басқа біреудің проблемасы үшін шапқылай. Келгесін шешем болды ғой. Семьяның проблемасы сен не балың? Айттым ғой келгесін шешем деп. Қазір ақшаны бер маған. Тыңда сен мен саған қызым жағдайды айтып қазір. Келгесін шешем дедім. Қазір ремонтқа берген ақша қайда? Жоқ ақша, депозитке салып қойған мен. Ол ақша сен қайда барайын деп тұрсың? Может, басқа біреуге барайын деп тұрған шығарсың? Өш басым істейме сенің? Жоқ, депозитке ақша ала алмаймын.
барлығы басыма бірден түсті ғой. Қалайша менің кішкентай қызым, менің данам қайдағы бір үйленген еркектің тоқалы болып жүр? Мен мұндайды түсінбеймін. Ал Нариман ше, оған айтар сөзім жоқ. Өзінің қызы туралы айтып жатқанда тіпті естімеген сияқты. Достарының проблемаларын шешуге жүгіреді де тұрады. Бәлеге тап болмас үшін көлікті жай айдау керек емес пе? Әрине, Ләйла қызына қатысты оқиғаның осылайша бет алуына жол бере алмады. Қанша дегенмен ол ана емес пе? Сол себепті қызын дұрыс жолға қоюды жөн көрді. Осындай шешіммен Ләйла қызымен сөйлесуге бел буады. Дана? Жаным дейді. Дана! 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 Мама, не болды саған? Жап есікті, қазір шығам. Бопты, шыққаннан кейін сөйлесеміз сен қызбен. Жаным деп жазып қойған. Ләйла қызы жуынып болғанша өзін қоярға жер таппайды. Біреудің отбасына жырату, күнә екенін қалай түсіндірсем деп басы қатады. Оның үстіне неғып екені Арман есіне түседі. Бір жағынан қиын кезде одан ақша аяғанына өкінеді. Ләйла Арманның әйелі Алиямен хабарласуды ұйғарады. Арманнан ұят болды. Ақша бермедік, Алияға звондап хабар алайын. Алло? Алия, қалдарың қалай? О, сәлем. Қалайсың? Жақсы, жақсы, аман есен. Өздерің қалайсыңдар? Не жаңалық? Біз де жақсымыз. Міне, саяжайға жол берейін деп жатырмын. Арманмен ба? Арман жанымда. Берейін бе? Жоқ, қажет емес. Өздерің көліктермен кетіп бара жатсыңдар ма? Иә, саған не болған? Қызық сұрақтар қойып есті шығардың ғой. Алия, жарайды, Нариман келді, сосын сенімен хабарласамыз, ja? Нариман, Арманның көлігі аварияға ұшырады деп еді. $5000 беру керекпін, Арманға көмектесем деп. Мен алдап жүргенім сонда? Күйеуімнің өтірік айтып жүргеніне енді көзім жетті. Еш нәрсені білмей қалатындай алдап жүр екен бұл. Неткен арсыз, осынша ақшаны айдаладағы бір қызға бере салу қандай бетсіздік. Құдайым-ау, бір сәтте-ақ өмірім тозаққа айналғандай болып кетті. Күйеуім сатқын, қыздың түрі болса анау бетсіз неме. Нариман, мен сенің әбден осы қылықтарыңа тойдым, бітті. Жетеді. Өтіріктеріңмен сен әбден мен тойғыздың. Алиямен мен сөйлестім, бәрін білемін. Жетеді болды. Мама, не болды? Даусың далаға да естіліп жатыр ғой. Сенің әкең көзіме шөп салып жүр. Кімді айтып тұрсың, не айтып? Бір сайқал қызбен сол сайқал қызға телефон сатып алып береді. Үйдегі ақшаның бәрін соған тасиды. Ал сен болсаң неге айтпағасың? Жандоспен. Ол туралы не айтуым керек мен Жандос туралы? Жандостың 2 баласы, семьясы бар екен. Үйленген екен, неге айтпайсың? Кім айтты саған бұның бәрін, мама? Айтып берді, мен бәрін білем. Баян айтты маған. Сенің Баяның жүрген өсекші. Тыңда, мен сенімен жақсы қарым-қатынаста деп ойласам, мен сені аламын билет Астанаға кетем ертең. Кет, бар, әкеңді алда бірге кет. Өсекші Баяның құдайындай тыңдайды ғой. Ойнас қыз дейді. Өзім білем қалай жүретінімді. Қолымнан жетектейтін кішкентай қыз емеспін. Оның үстіне Жандос маған үйленеді. Мамамның жанжалынан үйдегілердің мазасын алды. Несі бар екен? Жас қыз болса, неге жүрмеске? Мамамның жанжалынан қашады емес пе? Жүрміз ғой біреудің ойнас қызы болып. Уайым қайғыдан Ләйланың қысымы жоғарлап, әлсіздіктен төсекке құлап, ұйықтап кетеді. Не келдің? Қайбетпен кеп тұрсың? Дана Көзге көрінбей. Дана хабарластық. Астанаға кетем деп отыр. Семьяны бұзып не істеп жүрсің, Лейла? Не? Мен ба? Мен ба семьяны шырқын кетіріп жүрген? А сен сонда неме? Сен тоқалың екеуіңнің жүріс-тұрыстарың сонда семьяға әсері жоқ па? Қайдағы тоқал? Қайда? Тойға кіргенін ойлайсың да отырасың. Қызың алған телефоның қайда?
$5000 ға не істемексің сен? Ой, мен жұмысымда қиындықтар болып жатыр. Сонымен жаңағы жүріп қалып жүр. Бәрін кейін айтамын. Сенбеймін саған. Алдап өтіріктен сасқалақтап не айтарыңды Сен білмеймін. басқа біреуге сенесің, маған сенбейсің ба? Сен алмаймын саған. Қайт сенем мен деген. Қайт сен демекшің маған. Жоқ, мен сенбеймін саған. Сен, жылама. Анда менде ешкім жоқ. Одан қайда қызмен қалай татуласатынын ойласаңшы. Ойла. Сен алмаймын мен. Анда менде ешкім жоқ. Бұл қандай емес. Миым қатып кетті. Данамен қалай татуласатынын ойла. Отбасым үшін үнемі барлығын жасайды. Ол жақсы ана. Маған да жақсы еді. Жан-жағында болып жатқан нәрсенің бәрі оны шаршатады. Мен оған бәрі шындықты айта алмаймын. Жүрегін ауыраматып қорқамын. Бірер уақыттан соң Дана да үйге келеді. Ешкімге қарамастан бөлмеге кіріп кетеді. Бәрінің көзінше сөмкесіне заттарын жинай бастайды. Қызым, қайда жиналып отырсың? Оны мамадан сұра. Жан, мен саған жамандық ойлағаннан айтқан жоқпын ғой. Болды, қойыңдар. Мен сені уайымдаймын ғой, қызым. Қайда барасың? Тасташы бәрін. Мама, сен мен туралы уайымдама, өзің туралы уайымда. Мен сияқты әкемнің сайқал қыз кездескеніне кешіре салыпсың ғой. Табысқан екенсіңдер ғой. Кешірші мені, кешірші. Қайда барасың? Жақындама. Жаным звондап жатыр. Жаным? Бұл жаным емес, оның әйелі. Ләйла Нариманмен тұрмыс құрғанына біраз болды. Олардың 22 жасар қызы бар. Дана Астанада оқиды. Ата-анасының үйіне демалысқа келеді. Қыздары жігітпен жүретін айтып күйеуге шығуды жоспарлап қойған жария етеді. Ләйланың күйеуде соңғы кезде бір түрлі болып жүр. Досына көмектесем деп біраз ақша сұрайды. Заттарының арасында жаңадан сатып алынған әйелдер ұстайтын телефонды тығып қойған. Ләйла күйеуінің біреуі бар деп күдіктене бастайды. Бір күні таныстарынан қызының кездесіп жүрген жігіті Жандос тұрмыс құрған еркек екенін біледі. Қызымен бұл мәселені шешуі үлкен жанжалға келеді. Бұл оқиға Ләйланың жанына қатты батады. Ата-анасы Данамен татуласуға әрекет жасауда. Дана оған көнбейді. Астанаға кетемін деп заттарын жинай бастайды. Осы уақытта Данаға сүйіктім деп жүргені телефон çalады. Алло, жаным? Бұл жаным емес, оның әйелі. Тыңда мені оңбаған қыз. Бұдан бұлай мен күйеуіме жақындайтын болсаң, шашынды жұлам. Ұқтың ба? Одан да сен мені тыңда. Жандос сені аяғаннан жүр. Жандос сені сүймейді. Мен сендерді ажырастырам. Ұқтың ба? Аяғаннан дейсің ба? Онда мұны өзінен сұрап көрейік. Дана, маған енді хабарласушы болма. Оңбаған! Сатқан! Дана бар. Мама! Дана, қызым, не болды? Нариман суалып келші. Дана, қызым, жыламашы, не болды? Жаным сол, бәрі жақсы болады. Жаным сол, Ота ханым. Барлығы осылай жақсылықпен аяқталмайтынын білгенмін мен. Еркектер жас қыздардың басын айналдырып, үйленемін деп уәде береді. Ешқайсысы айтқан сөзінде тұрмайды. Жүрегім елжіреп, Дананы қатты аяп кеттім. Төсекке жата қалып, еңкілдеп жылап жатқан кішкентай тәп-тәтті қызым Данам қайта оралғандай болды. Дана ешқайда ұшып кеткен жоқ. Қазір ол ата-анасының жанында. Нариман мен Ләйла қыздарын барынша қолдауға тырысты. Отбасымен кино тамашалап, неше түрлі ойын ойнайтын. Қыздарының жанынан бір сәт алыстаған емес. Осындай күндердің бірінде Нариман қызымен дүкен аралауға кеткен болатын. Ләйла үйде қалып, ас әзірлей бастайды. Саламатсыз ба? Кірсем бола ма? Кірміз? Сіз
Нариманның әйелі емессіз бе? Иә, әйелім. Мен Заринамын. Сізбен сөйлесуім керек. Зарина, айта ғой, қандай шаруамен келдің? Бір керемет видео туралы айтайын деп едім. Қандай видео? Сіздің күйеуіңіздің жұмысын ғана емес, бүкіл өмірін құртатын видео туралы. Қандай видео болды екен? Сіз маған $5000 берсеңіз болды. $5000? Иә, $5000. Ол жай ма сіздікі? $5000 берсеңіз, мен ол видеоны сізге қайтарып беремін. Айтпақшы, мен сіздің күйеуіңіздің тоқалымын. Тоқал? Қайдағын айтып тұрсың сен? Құры бар, кет үйден. Мына сайқал не деп тұр? Шық үйден. Қаяқтағы тоқал? Жақсылап ойлаңыз, әйтпесе бұл интернетте бүкіл ел көретін болады. Көзім көрінбей. Оңбаған Нариман, не істедің, а? Оңбаған тірлігің сенің мынау. Кешірмейме сенің бұл қылығыңды ешқашан. Нариман, ақша жинайын деп ұзақ уақыт жүріп алды. Күте-күте ішім пысты. Бұл процесті тездетейін деп шештім. Ол видео туралы енді барлық жанұясы білетін болды. Ең болмаса ана әйелі ақылды адам шығар. Күйеуінің жұрт алдында масқара болғанын қаламайтын айдан анық. Короче, мен ашық шабуылдауды дұрыс деп есептедім. Ләйланың қандай күйде болғанын айтып жеткізу мүмкін емес. Болып жатқан жағдайдың барлығына жаңа ғана есік алдында тұрған қыз көзін ашқан болады. Нариман, киімдеріңді жинады, кет үйден. Құдай сақтасын, не болды тағы? Қалай не болды? Маған бағана Зарина келді. Осы жерге деген. Сенің қызым жоқ деп едің. Ант етем, ешкім жоқ дегенің қайда сенің? Ешкім жоқ менің. Мен сенің бір сөзіңе де сенбеймін. Құра, көзіме көрінбе. Лейла! Тыңда мені, отыр дейші. Менде ешкім жоқ, шынын айтамын. Бақ, кет жоғал көзіме көрінбей. Айтайын саған шындықты. Болды тез, отыр дейші. Бізде ештеме болған жоқ. Мен ана корпоративтен мас болып қалып, ұйықтап қалыппын Сәкен үйінде. Содан Зарина деген қыз бар екен ол үйде де. Сол бір видео түсіріп алдым, соған шантаж жасап жүрмін дейді. Не болды? Сенің бәрі қылықтарыңа мен тойдым уже деген. Жетеді маған уже. Құра, жібер мені. Тыңда мені. Сол кеште Ләйла барлық затты жинап, құрбысының үйіне кетіп қалады. Ол осыншама жаман әрекетке барған арам пиғылды адаммен бір сәтте қалғысы келмеді. Мамам үйден кетіп қалды. Ата-анамның ажырасуы маған сонша қатты тиді деп ойламаппын. Адамдар ажырасса да, ода тұрған ештеңе жоқ деп ойлайтынмын. Өмір әрі қарай жалғаса береді емес пе? Бірақ қазір ата-анамның ажырасқанына сене алар емеспін. Бірдеңе ойлап табу керек. Мам, қайтсайшы үйге, не болды енді? Қойшы қызым. Дана, сол теманы айтпашы вообще. Даже көргім де келмейді. Мен әкеммен сөйлестім. Оның еш кінәсі жоқ. Қатты уайымдап жүр. Қойшы, бірдеңелерді айтып, сен басыңды қатырып. Ертең сен астына кетесің, сонымен тұру керек болады маған. Тұрғым да келмейді, көргім де келмейді ондай өтірікші адаммен. Мен уже шаршадым. Сен менді ойласайшы. Қандай өзімшіл адамсың? Кешіре сал. Ойласа, әкең неге ойламайды соны? Мам, мен Жандоспен білесің бірге болдым. Оның отбасы бар. Шын айтып та, өтірік айтып та, қайтарғым келді өзіме. Сонымен не айтқым деп тұр? Отбасын сүйеді. Әкем де сол сияқты. Сені алмаймын, мен уже бір көңілім қалғаннан кейін. Мен үшін кешіре көрші. Қайтшы үйге. Ойланайын, Мен Нариманды жақсы көрем. Бірақ ол мені қатты ренжітті. Соңғы кездері Нариман жайлы отбасымыз туралы көп ойлаймын. Мүмкін Нариманмен дұрыстап сөйлесуіміз керек па? Лейла, Сәлем. асығыссың ғой? Иә, үйге асығып бара жатырмын. Шынымен бі? Иә. Нариман үйге жас тоқал алып келді ма десем? Қаяқтағы тоқал? Не Жаңа айтып тұрып тұрсың бара сен, жатқанын Баян? көрдім. Сенбесең тексеріп көр. Осы саған жақсылық жақпайды дейді, тегі бір. Баян, сенің де өсегің таусылмайтын болды ғой. Саған айтам деп, қайта солнышқамен кеттің ғой. Отбасым деген Лейланың отбасы қыл үстінде тұр. Қызы жүрген бір жезөкше, күйеуі қатын құмар. Ана Данасы жүрген бір патшайым. Алдымен өзінің өміріне қарап алсыншы. Ал Лейла
күйеуім туралы ақыл айтқанда бәле еді өзі. Енді бәрі өзінің басына келіп тұр. Не істер екен? Бейкүнә періште сияқты ана түрін көргенде жүрегім айнитын еді. Көрсін енді отбасының азабын. Ләйла күйеуінің бетсіз ісіне таң қалады. Күйеуінің сазайының тарттырып, соңғы нүкте қоюға үйге бара жатқан Ләйла өсекші баянның сөзіне құлақ аспаудың орнына одан әрі ашуға булығады. Кіріп бара жатқанда әлгі келген қызбен соқтығысып қалады. Зарина? Зарина? Тоқта, қайда барасың? Зарина, мен сен сөйлесуім керек. Зарина! Зарина, мен сен бірден сұрайын дегем. Жұмырған ба? Бұл семейканы қарғы сатсын. Барлығы естерінен ауысқан біреу. Үй емес жындыхана. Қатынына дейін артымнан соншама қуды ғой. Мен бәрін бұлай қалдыра қоймаспын. Жасағандарын әлі өкінетін болады. Сен не істеп жүрген адамсың? Тоқташ, бәрін өзім түсіндірем. Мен кетпей жатырмын. Мама! Үйге кіргізіп алып. Мама, не болды, мама? Сен де осындасың ба? Сен мен әдейі шақырдың ба сол үшін? Не болып қалды, мама, не болып қалды, айтшы. Сен қояр сендерді, көргім деген мейлі. Лейла, тоқта. Тоқташ, тыңдаш. Көргім келмейді осындерді. Мама, тоқта. Мама! 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 Ләйла Нариманмен тұрмыс құрып, бақытты өмір сүріп жатқан еді. Соңғы кезде барлығы дүрбеленге айналады. Астанада оқып жүрген қыздары Дана үйленген еркекпен кездесетіні белгілі болады. Мұны білген Ләйлаға бұл ауыр тиеді. Оның үстіне күйеуінің соңғы уақытта бір түрлі болып жүргені күдік туғызады. Ләйла күйеуінің басқа біреуі бар деген ойға келеді. Үйіне жас қыз келіп, күйеуін әшкерелейтін видеосы бар екенін айтқанда, күйеуінің шынымен басқа біреуі бар екеніне көзі жетеді. Ләйла үйден кетіп қалады. Қызы көндірген соң үйге қайта оралуды ұйғарады. Алайда үйінің алдында әлгі қызды қайта кездестіреді. Ызаланған Ләйла үйден қашып кетеді. Анасының артынан жүгіріп шыққан. Барлығын түсіндіргісі келген Дананы көшеде машинаға кетеді. Дана! 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 Үйден атып шыққан Дана машинаның келе жатқанын байқамай қалады. Дананы ауруханаға алып кетеді. Ауруханада қатты жарақат алмаған анықталады. Алайда ауруханада біраз жату керектігін дәрігерлер жөндеп санайды. Скорый! Жаным қызым! Дана! Дана, бірден кедеші не болсаған! Дана! Дана! Даночка! Дана! Дана! Қызым! Қызым, ау бірден кедеші! Қызым! Даночка! Жаным сол! Сол, Дана, осының бәріне мен кінәлімін. Менің кесірімнен болды осы жағдайдың бәрі. Құдайым ау. Мама, Дана, алтын мені. дұғарыңдаш. Бәрі жақсы. Бәрі жақсы. Көрдің бе, мама? Қандай іс-әрекетке бардың сен тыңдау үшін? Неге олай істедің, жаным? Үйдегі сайқал қызды біз папа екеуміз әдейі шақырдық. Заринаны ма? Сол видео туралы. Жәнібек есіңде ме? Сен сыныптасың ба? Иә, оның таныс баласы полицияда жұмыс істейді. Заринаны видео бар екенін, жоқ екенін білгіміз келген еді. Ешқандай бізде видео жоқ. Айттым ғой мен саған. Сол үшін шақырып. Сен кеше көргенің де сол. Папаның жұмысындағы... Қалжыңдамай, қайдағын айтпай. Папаның жұмысындағы досы папаны орнынан алғысы келді. Сол үшін жасаған. Зарина ақша табу үшін, жаңа айфон алу үшін. Жаңа видеоның барын үйден бар деп бір өтірік айтқан ғой, болды. Ешқандай видео жоқ, мама. Сол екен ғой, менен қашқан сол екен ғой. КНБ-да жұмыс істейтін Дананың танысы ауруханаға келген еді. Ол Ыбыраевтар отбасына Зарина деген қыздың
алаяқтықпен айналысатынын айтқан болатын. Ешқандай видео табылған жоқ. Зарина видео көрсетем деп бопсалап, Нариманның жағдайын тартып алмақ болған. Бойжеткен жаңа ұялы телефон алып беруді сұрайды. Оның төндірген қаупі жүзеге аса бастағанын көрген Зарина бопсамен көбірек ақша алуды ұйғарады. Нариманнан алмақ болған $5000 бойжеткен шетелге баруды жоспарлаған екен. Алайда жоспары іске асып келе жатқан сәтте осылайша ұстап алатынын күтпеген. Жасағанына өкінген Зарина құқық қорғау орнына шағымданбауды өтінген болатын. Өзімді кінәлі сезінемін. Үйде болған жағдайдан қызымның қаншалықты уайымдағанын түсінемін. Оған барлығын түсіндіруге мүмкіндік беріп, тыңдағанымда бұл аварияда болмас еді ғой. Бірақ Дана артымнан қуып жетемін деп, мына жағдайға тап болды. Қандай ақымақ едім, қайдағы бір нәрсеге бола баламның басын қатерге тіктім. Бәрі осылай болады деп ойламадым. Осылай немқұрлықпен қарағаным кесірінен әйелім кетіп қалды. Қызым ауруханаға түсті. Барлығын басынан бастап айтып, мойындауым керек еді. Қайдан ғана бұл қыздың жетегінде жүрдім. Арамызда ештеңе болмағанын өзімде сезіп едім. Енді өзім бәрін орнына келтіруім керек. Отбасын басым қосуым керек. Қазіргі ең бастысы Дананың денсаулығы ғой. Қызым тезірек жазылып қасымызға қосылса деп ойлаймын. Дана үйдегілермен әлі біраз әңгіме дүкен құрған еді. Қыздары демалсын деп, дәрігер Нариман мен Ләйланың кейін келуін өтінеді. Сіздер бір шыға тұрсыңыздар. Қыздың жағдайын білу керек еді. Қыздың жағдайы жақсы, қан қысымын бәрін тексердік, орында бәрі. Өзіміздің қазір жұмысымызды жасап жүрсек тез-тез. Жарайды онда дейді. Данадан уақытысымен тамағын ішіп бір жарайды ма? Бәрі жақсы болады, ойламаңыздар. Сөмкем болай? Жақсы. Жақсы болыңыз, қорқпаңыздар, бәрі жақсы болады. Жақсы болыңыз. Тоқташы, сөйлесейік. Жаным, кешірші енді мен. Көрдің ғой, қандай жағдайға апарғанын осының бәрі сол арақтың кесірі ғой. Басынан айтсаң, осындай болмайтын еді. Қайдан білейік, енді ішпеймін арақ. Қызымыз қандай жағдайда жатыр, соны жақсылап өткенін сұрайық. Кешір қойшы мен. Енді. Ішпеймін. Уәде бересің ба? Уәде беремін, ішпеймін. Кешірші мен. Жанды. Жарайды енді, қайталанбасын. Бірнеше аптадан кейін қыздарын ауруханадан да шығарады. Ол жерде Дана жас дәрігермен танысқан көрінеді. Сен кел Астанаға бізге қонаққа, өзің күтіп аламын. Әлбетте Астанаға барармын, қуана-қуана. Бірақ осы жағдаймен бір-бірімізді жоғалтып болмасақ болды ғой. Қайдан жоғалту? Скайп бар, телефон бар бізде. Телефон, скайп да бір жөзім, бірақ көзбен көргенге не жетер көңілмен. Отырайық. Сендердің жұмыстарың қызық қой. Енді әркімге әрқалай жұмыстың қызығы. Бірақ көбінесе махаббат сезім керек адамға. Семья болуды армандайсың ба? Семья болуды әрине армандаймын. Әр еркек семья болуды армандайды ғой. Сол сияқты мен де қатты семья болып асағым. Дананың Астанаға оқуға кетіп қалғанына қарамастан, екеуі әлі де араласып жүр. Жақында Дана мен Дәуреннің тойлары жоспарлануда. Ал Нариман өзінің қол астындағы қызметкерін жұмыстан шығарып жіберді. Содан бері корпоративке әйелінсіз бармайтын болды. Сол оқиғадан кейін ішуді де қояды. Үйдегі ұрыс керіс, отбасына төнген қиындықтан өтіп барлығының қайтадан бастары қосылғанына Ләйла да бақытты. Өйткені отбасы үнемі қолдап қорғайтын, барлығына түсіністікпен, кешіріммен қарайтын жанұя емес пе?
Сүйіктім. Неге ашық болмасын? Не болды сонша ренжіп? Нариман, үнемі сен маған өтірік айтасың. Шындығын айтайын ба? Иә, айт шындығын. Шындығын айтайын мен саған. Мен негізі телефонда Дана қалған. Сен қыздар еркелете бересің дегесің. Сен ренжиді деп, саған сенен жасырдым. Басында солай айтуға болмайды ма? Мен сұраған кезде сасқалақтап қалдың ғой. Аяқ астынан кіріп келе жатқан кезде адам сұрақ қойғанда не істейді? Сасқалақтап қалдым мен. Айтпайсың ба солай деп, қызыма алған телефон деп? Қызыма алмадым, қызыма алдым телефон. Соған да адам ренжимін. Кешірші болды. Қызыма алған телефон. Ойла. Осы жолы Ибраевтар отбасында барлығы орныққан сияқты. Нариман мен әйелінің арасындағы ұрыс керісте тоқтады. Қыздар да бақытты, бірақ Ләйләні бәрібір бір нәрсе мазалаған болады. Ой, Лейла. Сәлем. Қалай? Көріспегелі біраз болды ғой. Қалайсың өзің? Жақсы. Астанадан Дана келді деп естідім. Дианамен бірге ұшыпты ғой. Диана да Астанада оқитын еді ғой, иә? Иә, солай. Қалай, өзіне Астана жағып жүрме? Оқу, қалай? Дана деген қазір Астанадам. Жігіті бар, тұрмыс құрайын деп жатыр. Саған айтқым келмеп еді, өзің бастаған соң. Сенің қызыңның жігіті жас деп айтуға келмейді. Өзінен үлкен, ақыл тоқтатқан еркек, өзінен 15 жас үлкен. Масқара, иә, солай. Сен қателесіп тұрған жоқсың ба? Ол үйленген, 2 баласы бар, оған қоса. Қателесіп тұрған жоқпын, мен ешқандай, бәрі дәл сондай. Саған жаным ашыған соң ескертіп қояйын дегенім. Қанша дегенмен өзіміздің қыз ғой. Сен алмаймын саған, Баян. Не айтып тұрсың сен? Жоқ, жарайды. Мүмкін емес мен қызымның ондай болуы. Менің Дианам Данамен бір сыныпта оқыған. Екеуі жақсы құрбы еді. Қазір ғой Ибраевтардың қыздары ел жұртты менсінбей кеткен. Үйленген бай бір еркекті ұстап алып, адамдармен араласпайды. Ұшаққа отырғанда Дианаға соны айтып мақтанған екен. Ақмақ қыз ғой өзі. Ол жігітті оған үйленіп алып, ханшайым сияқты өмір сүремін деп ойлайтын шығар. Бірақ мұндай қарым-қатынастың немен аяқталатын біз білеміз ғой. Ләйлә көршісі Баяннан естігеніне сене алмады. Басына жай түскендей сезімде болды. Үйге әрең жетеді. Тез арада бұл мәселені шешу үшін күйеуімен ақылдасуға бел буады. Нариман, мен жаңа көршілерден не естідім, білесің бе? Нариман, тыңдасашы мені. Өсек тыңдасың ба көршілердің? Қайдағы өсек емес, біздің қызымыздың семьясы бар еркекпен шатысып жүрген жері. Қойш қаяқтағын айтпайды. Қалай қаяқтағын, сен тыңдасашы, мен саған айтып берейін. Онда не іздедің сен ары бері? Ақша керек маған. Қайдағы ақша? Нариман. Арман машинасын соғып апты маған $5000 керек. Не дейсің, $5000? Қаяқтағы $5000 есің ауысқан ба сенің? Ремонтқа қойған ақша қайда? Жоқ ақша. Қаяқтағы Арманның проблемасымен сен неге жүгіріп ары бері басқа біреудің проблемасы үшін шапқылап тұрсың? Келгесін шешем болды ғой. Үйдің семьяның проблемасы сенің не балыңыз? Айттым ғой келгесін шешем деп. Қазір ақшаны бер маған. Тыңда сен мен саған қызым жағдайды айтып қазір. Келгесін шешем дедім. Қазір ремонтқа берген ақша қайда? Жоқ ақша, депозитке салып қойған мен. Ол ақша сен қайда апарайын деп тұрсың? Может басқа біреуге апарайын деп тұрған шығарсың? Өш басың істейме сенің? Жоқ, депозитке ақша ала алмаймын. Барлығы басыма бірден түсті ғой. Қалайша менің кішкентай қызым, менің Данам қайдағы бір үйленген еркектің тоқалы болып жүр? Мен мұндайды түсінбеймін. Ал Нариман ше, оған айтар сөзім жоқ. Өзінің қызы туралы айтып жатқанда тіпті естімеген сияқты. Достарының проблемаларын шешуге жүгіреді де тұрады. Бәлеге тап болмас үшін көлікті жай айдау керек емес пе? Әрине Ләйлә қызына қатысты оқиғаның осылайша бет алуына жол бере алмады. Қанша дегенмен ол ана емес пе? Сол себепті қызын дұрыс жолға қоюды жөн көрді. Осындай шешіммен Ләйлә қызымен сөйлесуге бел буады. Дана? Жаным дейді. Дана!
шықам. Бопты, шыққаннан кейін сөйлесеміз сен қызбен. Жаным деп жазып қойған. Ләйлә қызы жуынып болғанша өзін қоярға жер таппайды. Біреудің отбасына ажырату күнә екенін қалай түсіндірсем деп басы қатады. Оның үстіне неғып екені Арман есіне түседі. Бір жағынан қиын кезде одан ақша аяғанына өкінеді. Ләйлә Арманның әйелі Алиямен хабарласуды ұйғарады. Арманнан ұят болды. Ақша бермедік. Алияға звондап хабар алайын. Алло? Алия, қалдарың қалай? О, сәлем. Қалайсың? Жақсы, аман есен. Өздерің қалайсыңдар? Не жаңалық? Біз де жақсымыз. Міне, саяжайға жол берейін деп жатырмын. Арманмен ба? Арман жанымда. Берейін бе? Жоқ, қажет емес. Өздерің көліктермен кетіп бара жатсыңдар ма? Иә, саған не болған? Қызық сұрақтар қойып есті шығардың ғой. Алия, жарайды, Нариман келді, сосын сенімен хабарласамыз, жа? Нариман, Арманның көлігі аварияға ұшырады деп еді. $5000 беру керекпін, Арманға көмектесем деп. Мен алдап жүргенім сонда? Күйеуімнің өтірік айтып жүргеніне енді көзім жетті. Еш нәрсені білмей қалатындай алдап жүр екен бұл. Неткен арсыз, осынша ақшаны айдаладағы бір қызға бере салу қандай бетсіздік. Құдайым-ау, бір сәтте-ақ өмірім тозаққа айналғандай болып кетті. Күйеуім сатқын, қыздың түрі болса анау бетсіз неме. Нариман, мен сенің әбден осы қылықтарыңа тойдым, бітті. Жетеді. Өтіріктеріңмен сен әбден мен тойғыздың. Алиямен мен сөйлестім, бәрін білемін. Жетеді болды. Мама, не болды? Даусың далаға да естіліп жатыр ғой. Сенің әкең көзіме шөп салып жүр. Кімді айтып тұрсың, не айтып? Бір сайқал қызбен сол сайқал қызға телефон сатып алып береді. Үйдегі ақшаның бәрін соған тасиды. Ал сен болсаң неге айтпағасың? Жандоспен. Ол туралы не айтуым керек мен Жандос туралы? Жандостың 2 баласы, семьясы бар екен. Үйленген екен, неге айтпайсың? Кім айтты саған бұның бәрін, мама? Айтып берді, мен бәрін білем. Баян айтты маған. Сенің Баяның жүрген өсекші. Тыңда, мен сенімен жақсы қарым-қатынаста деп ойласам, аламын билетті Астанаға кетем ертең. Кет, бар. Кейде бұл өмірде жалғыз қалғандай боласың. Өмірлік серігіңді еш уақытта жолықтырмайтындай сезімде боласың. Біреулерге Құдай бақыт бере салады. Енді біреулердің өмірі азапқа толы болатын емес. Бақытқа лайық екеніңді қалай дәлелдейсің? Қайтсем бар қиындықты жеңіп махаббат сезіміне бөл. Бұл мүмкін бе? Әр әйел затының әйел бақытына құқы бар емес пе? Тек әркімнің оған барар жолы әрқилы. Нариман мен Ләйләнің тұрмыс құрғандарына 23 жыл болды. Нариман әкімдікте қызмет етеді. Ал Ләйлә болса мұғалім. Екеуінің арасындағы махаббат уақыт өте жай ғана ынтыққа айналған еді. Соған қарамастан екеуін байланыстыратын жалғыз ғана қызы болатын. Әкесінің ерке қызы Дана мектепті бітіре сала Астанада оқуды ұйғарады. О, қызымыз звондап отыр. Мамаң екеуміз, Қашан келеді деп сұрашы. Қашан келеді екен? Келеді, бүгін келді. О, жақсы болды ғой. Дайындалады. Жолың болсын қызым неше, хабарласамыз. Аха, кешке күтіп аласың ғой өзің онда. Күтіп аламын. Қой, үйде бар ма дайын тамақ? Үйде не бар, не жоқ қарап, магазинге барып бәрін алу керек, продуктылардың бәрін. Не алып едік жаңасын? Білмеймін ғой, самолет сағат нешеде еді? Нешеде келеді екен самолеттер оған? Келетін уақыт болып қалды. Қызым өзгеріп кеткен шығар, Нариман? Қойшы, шайда өзгереді деп ойлайсың ба, сен де айтасың ба? Енді өзгермейінде. Жігіті бар шығар оның? Қайтым. Есіңде ма? Екеуміздің баяғыдан кездескен кезіміз.
ой, мұндайды ұмытасың. қойшы. Кішкене астығын басып берші. Шашымды жинашы ары қарай, артына қарай. Ой. Сен маған тиіссін деп тұрсың, ойдың осы? Жинасашы дедім. Бауырсам киіп кететін болды. Яғни шаш түсіп кетеді ғой бауырсам. Ой, Өлме барып ашайын. Келді ғой деймін, бар. Аш естім. Ой, жанымсың, күнімсің, балапаным менің. Нариман қуанып барып есікті ашады. Бірақ есік алдында тұрған Нариманның ерке қыз емес болып шығады. Нариманның түрі өзгеріп кетеді. Жаным, сені көргенге қуанышты емессің ба? Жоқ, мен атышымды қайдан таптың? Ой. Адам керек болса, бәрін де табады. Бар, екеуміз келістік қой, сосын хабарласам, сосын амандасам. Қызым, кім? Бұл кім? Қалай, атасы келді жүр. Жаным, қызым, жиында. Привет, мам. Есік алдында тұрған қыз кім болды екен? Қателесіп келмегендігі көрініп тұр ғой. Басқа бір себеппен келген сияқты. Папам да сасқалақтап, бірдеңелерді айта бастады. Мен бір кішкентай қыз сияқты. Демалыста ата-анама келгім келмеген еді. Бірақ ол сапта қызық болатын сияқты. Әрине, баласын бағып-қағып өсіру әрбір ата-ананың парызы екені анық. Ләйла да сол парызын өтеу үшін қызына дастархан жайып күткен еді. Бірақ Дана тамаққа қарағысы да келмеді. Оның ата-анасы Асланның өзінен екен. Мезгіл сайын Миланға барып киім алады. Қызғанып отырсың ғой, қызым? Қызғанғандық емес, ата-анасы бай болып тұр ғой. Енді жағдайлар болып тұрғаннан кейін барып алып келді да енді. Ода тұрған не бар? Бай? Иә. Тамақтан алсашы, қызым. Жоқ, мама, рахмет. Мен қазір веганмын. Веган емес, қызым. Мультфильм персонажы. Өмірден қалыпсың ғой, веган деген ет жемейтін адамдарды айтады. Қой, ет жемеймін дейсің ба? Қой, қызым, мынаның бәрін бағанан бері саған дайындап, папаң екеуміз шапқылап жүріп, осыны сен келеді деп күтіп отырмыз. Тамаққа өзімше азып қалғасың ғой, қызым. Тамақтан ал, қой, ет жемейді деген білмейміз біз. Рахмет, мен киндерін барып жөндейін. Ой, ет жемейтін адам болады екен. Веган емес? Құдай ма? Мынаның бәрін сол қыз келеді деп дайындалдық қой. Тамақ жемеді ғой, түк нәр татпады ғой. Өзі азып кеткен, байқадың ба? Ет жемесі қаяқтың алдың ба? Дана мүлде өзгеріп кетті. Бұрын үйде отыратын тым жақсы қыз болатын. Астанаға кеткелі өзіне шаң жуытпайтын біреу болып алған. Үлкен болған түрі құрсын, бәріне сөз қайтарып, енді келіп вегетариандыққа әуес. Мына сапқой нәрселерді қайдан шығарған өзді? Ләйла қызының келгеніне өте қатты қуанған еді. Қызының бой жетіп өскенін байқаған ана қызының ең жақын құрбысы болғысы келді. Бірақ Дана анасына онша жақындағысы келмеді. Астанаға барып не бір сөздерді үйреніп кепсің ғой? Аха. Серуендеп қайтсақ қайт деді. Жоқ, мама. Мен күшті сериал скачать еттім, соны қараймын. Онда екеуміз бірге қарайық. Сізге ұнайды деп ойламаймын. Жақсы. Мазаңды алмайын онда. Маған неменеге жабысып қалған өзі? Онымен бірге ештеңе істегім келмейді. Екеуміз қайдан құрбы боламыз? Менен жасы әлде қайда үлкен ғой. Екеумізге де қызық болатын нәрсе таба аламыз ба? Отырып алып әлде нәски тоқимыз ба? Дананың үйге келгеніне бірнеше күн болды. Көңілі оған мәз емес сияқты. Күні бойы бөлмеде отырып кешке әкесі келгенде ғана шығады. Осындай кештің бірінде Дананың көңіл күйі көтеріңкі болады. Мендікінен бір аппақ туфли көрген едім. Ай, қойшы. Что, гүлдермен? Сізге бір әңгімем бар еді. Жарайды, келесізде. Тоқта, қызым, кел, отыр. Қызым, келіш. Айтсай. Екеуің не құпия менен жасырып? Қайда құпия, қызым? Отыр кел. Мамаңнан жасыратын сырың бар ма? Кел, отыр. Бірге шешейік бәріміз отыр. Айта ғой, қызым. Дана өз-өзіне ұқсамайды. Осы жол келгенде Лейламен өте дөрекі сөйлесті. Неге екенін мен де түсінбедім.
Әйелін жақтап отырсың. Өткені Лейла анасы емес пе? Ол қыз десе ішкенасын жерге қояды. Жарайды. Ақылдасаға ақылдасайық. Мен жігітіммен Турцияға кетпекші. Не? Дана, есің дұрыс емес пе? Қайдағы Турция? Не жігіт ол, Дана? Біз жарты жыл білеміз. Оның аты Жандос. Сен неге бізге ертелек айтпағасың, Дана? Біз сезімімізді тексерейік деп едік. Ол сенімен бірге оқи ма? Жоқ деп айтсам болады. Кешке сөйлесейікші. Мен кеттім. Дана. Дана. Шынымды айтсам, Әкеңді алда бірге кет. өсекші баянын құдайындай тыңдайды ғой. Ойнас қыз дейді. Өзім білем қалай жүретінімді. Қолымнан жетектейтін кішкентай қыз емеспін. Оның үстіне Жандос маған үйленеді. Мамамның жанжалынан үйдегілердің мазасын алды. Несі бар екен? Жас қыз болса, неге жүрмеске? Мамамның жанжалынан қашады емес пе? Жүрміз ғой біреудің ойнас қызы болып. Уайым қайғыдан Ләйләнің қысымы жоғарлап, әлсіздіктен төсекке құлап, ұйықтап кетеді. Не келдің? Қайбетпен кеп тұрсың? Көзге көрінбей. Дана хабарластық. Астанаға кетем деп отыр. Семьяны бұзып не істеп жүрсің, Лейла? Не? Мен ба? Мен ба семьяны шырқын кетіріп жүрген? А сен сонда неме? Сен тоқаның екеуіңнің жүріс-тұрыстарың сонда семьяға әсері жоқ па? Қайдағы тоқал? Ойына кіргенін ойлайсың да отырасың. Қызың алған телефоның қайда? $5000 не істемексің сен? Ой, мен жұмысымда қиындықтар болып жатырмын. Сонымен жаңағы жүріп қалып жүр. Бәрін кейін айтамын. Сенбеймін саған. Алдап өтіріктен сасқалақтап не айтарыңды білмеймін. Сен басқа біреуге сенесің, маған сенбейсің ба? Сен алмаймын саған. Қайт сенем мен деген. Қайт сен демексің маған. Жоқ, мен сенбеймін саған. Сен, құлама. Анда мен де ешкім жоқ. Одан қайда қызмен қалай татуласатынын ойласайшы. Ойла. Сен алмаймын мен. Анда мен де ешкім жоқ. Бұл қандай емес. Миым қатып кетті. Данамен қалай татуласатынын ойлады. Ойла отбасым үшін үнемі барлығын жасайды. Ол жақсы ана, маған да жақсы еді. Жан-жағында болып жатқан нәрсенің бәрі оны шаршатады. Мен оған бәрі шындықты айта алмаймын. Жүрегін ауыраматып қорқамын. Бірер уақыттан соң Дана да үйге келеді. Ешкімге қарамастан бөлмеге кіріп кетеді. Бәрінің көзінше сөмкесіне заттарын жинай бастайды. Қызым, қайда жиналып отырсың? Оны мамадан сұра. Жан, мен саған жамандық ойлағаннан айтқан жоқпын ғой. Болды, қойыңдар. Мен сені уайымдаймын ғой, қызым, қайда барасың? Тасташы бәрін. Мама, сен мен туралы уайымдама, өзің туралы уайымда. Мен сияқты әкемнің сайқал қыз кездескеніне кешіре салыпсың ғой. Табысқан екенсіңдер ғой. Кешірші мені, кешірші. Қайда барасың? Жақындама. Жаным звондап жатыр. Жаным? Бұл жаным емес, оның әйелі. Ләйлә Нариманмен тұрмыс құрғанына біраз болды. Олардың 22 жасар қызы бар. Дана Астанада оқиды. Ата-анасының үйіне демалысқа келеді. Қыздары жігітпен жүретінін айтып күйеуге шығуды жоспарлап қойған жария етеді. Ләйләнің күйеуі де соңғы кезде бір түрлі болып жүр. Досына көмектесем деп біраз ақша сұрайды. Заттарының арасында жаңадан сатып алынған әйелдер ұстайтын телефонды тығып қойған. Ләйлә күйеуінің біреуі бар деп күдіктене бастайды. Бір күні таныстарынан қызының кездесіп жүрген жігіті Жандос тұрмыс құрған еркек екенін біледі. Қызымен бұл мәселені шешуі үлкен жанжалға келеді. Бұл оқиға Ләйләнің жанына қатты батады. Ата-анасы Данамен татуласуға әрекет жасауда. Дана оған көнбейді. Астанаға кетемін деп заттарын жинай бастайды. Осы уақытта Данаға сүйіктім деп жүргені телефон çalады. Алло, жаным? Бұл жаным емес, оның әйелі. Тыңда мені оңбаған қыз. Бұдан былай мен күйеуіме жақындайтын болсаң, шашынды жұлам. Ұқтың ба? Одан да сен мені тыңда.
Жандос сені аяғаннан жүр. Жандос сені сүймейді. Мен сендерді ажырастырам. Ұқтың ба? Аяғаннан дейсің ба? Онда мұны өзінен сұрап көрейік. Дана, маған енді хабарласушы болма. Оңбаған! Сатқын! Дана бар. Дана, қызым, не болды? Нариман соғып келші. Дана, қызым, жыламашы, не болды? Жаным сол, бәрі жақсы болады. Жаным сол, Ота ханым. Барлығы осылай жақсылықпен аяқталмайтынын білгенмін мен. Еркектер жас қыздардың басын айналдырып, үйленемін деп уәде береді. Ешқайсысы айтқан сөзінде тұрмайды. Жүрегім елжіреп, Дананы қатты аяп кеттім. Төсекке жата қалып, еңкілдеп жылап жатқан кішкентай тәп-тәтті қызым Данам қайта оралғандай болды. Дана ешқайда ұшып кеткен жоқ. Қазір ол ата-анасының жанында. Нариман мен Ләйла қыздарын барынша қолдауға тырысты. Отбасымен кино тамашалап, неше түрлі ойын ойнайтын. Қыздарының жанынан бір сәт алыстаған емес. Осындай күндердің бірінде Нариман қызымен дүкен аралауға кеткен болатын. Ләйла үйде қалып, ас әзірлей бастайды. Саламатсыз ба? Кірсем бола ма? Кіріңіз? Сіз Нариманның әйелі емессіз бе? Иә, әйелім. Мен Заринамын. Сізбен сөйлесуім керек. Зарина, айта ғой, қандай шаруамен келдің? Бір керемет видео туралы айтайын деп едім. Қандай видео? Сіздің күйеуіңіздің жұмысын ғана емес, бүкіл өмірін құртатын видео туралы. Қандай видео болды екен? Сіз маған $5000 берсеңіз болды. $5000? Иә, $5000. Ол жай ма сіздікі? $5000 берсеңіз, мен ол видеоны сізге қайтарып беремін. Айтпақшы, мен сіздің күйеуіңіздің тоқалымын. Тоқал? Қайдағын айтып тұрсың сен? Құры бар, кет үйден. Мына сайқал не деп тұр? Шық үйден. Қаяқтағы тоқал? Жақсылап ойлаңыз, әйтпесе бұл интернетте бүкіл ел көретін болады. Көзімі көрінбей. Оңбаған Нариман, не істедің, а? Оңбаған тірлігің сенің мынау. Кешірмеймін сенің бұл қылығыңды ешқашан. Нариман, ақша жинайын деп ұзақ уақыт жүріп алды. Күте ішім пысты. Бұл процесті тездетейін деп шештім. Ол видео туралы енді барлық жанұясы білетін болды. Ең болмаса ана әйелі ақылды адам шығар. Күйеуінің жұрт алдында масқара болғанын қаламайтын айдан анық. Короче, мен ашық шабуылдауды дұрыс деп есептедім. Ләйланың қандай күйде болғанын айтып жеткізу мүмкін емес. Болып жатқан жағдайдың барлығына жаңа ғана есік алдында тұрған қыз көзін ашқан болады. Нариман, киімдеріңді жинады, кет үйден. Құдай сақтасын, не болды тағы? Қалай не болды? Маған бағана Зарина келді. Осы жерге деген. Сенің қызым жоқ демедің. Ант етем, ешкім жоқ дегенің қайда сенің? Ешкім жоқ менің. Мен сенің бір сөзіңе де сенбеймін. Жандос менен 16 жасқа үлкен. Бірақ ата-анама оны қалай айтсам, мамамның басына жай түскендей болады. Онсыз да үнемі түймедейді түйедей етеді. Жандос екеуміздің арамыздағы қарым-қатынас тұрақты сияқты. Бірақ үйдегілерден осыны жасыруыма тура келеді. Нариман мен Ләйла қызынан естіген жаңалыққа қатты таңғалады. Ләйла қызының шетелге бейтаныс еркекпен кетуіне мүлдем қарсы болады. Алайда Нариман әйелін барынша жұбатуға тырысты. Деп тұрма, мен қалай түсінбеймін соны сен деген. Жібере алмаймын мен оны. Өзің емес па, Дана? Жігіттерді таныссын деп жүрген. Енді таныссын дегенде мен бұлай емес, енді шетелге барып демалып бірге. Қазіргі жастар саябақта жүрмейді біздің кезіміздегі. Ой, қойшы Нариман, сен енді бастадың ба? Сонда сен келісіп тұрсың ғой қызыңның барып қайтқанына. Мен енді оларға тиым сая алмаймын. Келісе алмаймын мен ондайға. Мен сен сияқты тиым сая алмаймын деймін, отыр. Одан қайта жігітпен танысайық, көрейік оны. Мүмкіндік берейік ол жігітке. Ой, сені қайда, мен өзім енді оған да дайын емеспін. Ешқандай жігітпен танысып билейтам. Болды, отыр. Білмеймін. Соны ойла, жігітпен танысайық, көрейік оны. Көрсетсін өзің. Болды?
не болды ма деп. Қалай спокойно соның бәріне спокойно қарап отқанына мен таң қаламын сен. Лейла қызымызға еркін жүруге мүмкіндік берер емес. Ана кішкентай қыз емес қой. Кіммен кездесіп қалай өмір сүретінін өзі біледі. Жақсы жаманды ажырататын уақыт өтті. Осыны ертерек жасау керек еді. Күйеуінің айтқаны туралы жақсылап ойлап, ұсынысын саралап, Ләйла Дананың жігітімен танысуды жөн көреді. Егер екеуінің арасындағы сезім шынайы болса, онда ол сүйіктісі үшін Астанадан ұшып келеді. Дана, жанымсың қызым. Тұра ғой енді қызым. Дана, жанымсың кешегі саған ұрысқаныма ренжімеші, кешірші мамаңды. Жарайды ма? Сенің есейіп ержет бой жетіп қалғаныңа сен алмаймын әлі тіптен. Кеше папаң екеуміз ақылдасып отырып, бір шешімге келдік. Білесің бе? Сен жігітіңді алып кеп, үйге бізбен таныстыр. Жарайды ма? Шын ба не, мам? Шын әрине. Бізбе сенмен бірге ана Турцияға бірге ұшып барайын деп отқан жігітті біз танып білу керекпіз ғой. Кім екенін? Аты кім еді ол жігіт? Жандос. Рахмет, мам. Таныстыр. Мен қазір Жандосқа хабарласам. Жата бермей, давай тұр. Мен шай дайындай берем, шай ішеміз. Қызым екеуіміз Астанадан келгелі. Бірінші рет тіл табыстық. Мен оған тым қатал сияқтымын. Қалай дегенмен Дана бой жетті. Ол шын жүректен алғысын айтып құшақтады. Қызымен сөйлескелі Ләйланың жүрегі орнына түсті. Үйдегілерді қуантқысы келіп, мерекелік дастархан жаюды ұйғарады. Нан ашығанша ол үйді жинап алуды жөн көрді. Үй жинастырып жүріп, күйеуінің сөресінен жаңа модельді ұялы телефонның қорабын тауып алып, аң-таң болды. Нариман үлгілі күйеу. Өмір бойы қызы мен әйелін асырау үшін жұмыс істеп келеді. Бірақ қазір оның қасында мен бармын. Қазір оған оңай емес шығар. Өзіне де сол керек. Мені барлығына көне береді деп ойласа, қателеседі. Маған ақыл тоқтатқан еркектер ешқашан ұнамаған. Нариман екеуміздің арамызда айтарлықтай ештеме жоқ. Маған енді ақша жағынан көмектессін. Мысалы, мен оған жақында жаңа телефон алғым келетін туралы айтқан едім. Мама, не істеп жатсың? Қызым, ештеңе үйдің тазалап жинап бөлмелерді. Мам, мен Жандосқа звондадым. Бір-екі күнде қалаға келеді екен. Таныстыруға да уақыт болады. Жақсы болды, онда жақсы қазір. Не болды? Жақсы, бәрі жақсы қызым. Бөлмелерді жинап, самса пісірсем деп жатырмын, тесті дайындап қойғам, соны жүр екеміз барып, самса жасайық. Жүріңіз. Мен тіпті не ойларымды да білмеймін. Нариман телефонды неге сонша тықты екен? Жаңа телефон екені көрініп тұр оның. Өзіне алған шығар деп ойлайын десем, бірақ оның онсыз да 2 телефоны бар. Менің туған күніме қарапайымдау телефон сыйлаған болатын. Осы Нариманның шетте біреу бар емес пе екен? Ләйла мен Нариманның тұрмыс құрғандарына 23 жыл болды. Ерлі зайыптылардың жалғыз қызы бар. Дана мектепті бітіре сала Астанаға оқуға кетеді. Қызы демалыста ата-анасының үйіне келіп, жігітімен Түркияға баруды жоспарлап жүргенін айтады. Ләйла бұған қарсы болады. Бірақ Дана жігітімен таныстырам деп уәде бергеннен кейін жүрегі орнына түседі. Үй жинастырып жүргенде Ләйла күйеуінің сөресінен әйелдер ұстайтын жаңа модельді ұялы телефон тауып алады. Сөйтіп, күйеуінен күмәндана бастаған еді. Жаным, не болды? Бәрі жақсы ма? Ана бөлмеңге тығып жүрген телефон кімдікі? Мен оны өзіме алғам. Өзіңде сенің 2 телефон бар емес пе? Үшіншін алғым келді да, не болды алғым? Оны да әңгіме қыласың ба? Лейламен сөйлесу тіпті мүмкін емес. Басына жай түскендей болып жүр өзі. Үнемі мені кінәлай береді. Енді келіп жеке заттарымды ақтарып, босқа жанжал шығарады. Бұрынында жоқ еді. Бұлай не жауап тигенін өзімді түсінбейсің. Саған әйелдердің телефонын айтын болған ба? Одан да айтпайсың ба біреуің бар екенін? Ақ телефон болса не әйелдік болу керек па? Сен де қайдағын айтып отыршы. Неге жауап кеттіңдер? Мұны біреуің бар деп қоймай отыр. Мама? Жаным, бәрі жақсы, мен бір нәрсе дұрыс түсінбей қалдым. Дұрыс түсінбейтіндей не болды соншама?
айқай шумен баланы қорқытпайын дедім. Қараң қалғырай. Күйеуіммен 20 жылдан астам бірге тұрамын, оны мен жақсы білемін. Менің сұрағымнан ол қобалжып сасқалақтай бастады. Демек, ол маған өтірік айтты. Мені ақымақ деп санаса қателеседі. Мен мұны бұлай қалдыра қоймаспын. Мам, пап, ұрыспаңдаршы. Мен сіздерге керемет жаңалық айтайын. Айта ғой. Айта ғой, қызым. Мен өмірдегі сүйікті жарымды кездескен сияқтымын. Оның есімі Жандос. Астанада тойымыз болады. Перзентті боламыз. Жүзің деген бақыттан рахмет. Тұр ғой, қызым ал. Қыз деген өсіп қалды. Қыздарының арманшыл көңіл күйі үйдегі мәселенің ушығуына жол бермеді. Дананың бақытты болғаны соншалық, ата-анасы оның бұл көңіл күйін бұзғысы келмеді. Соған қарамастан Ләйла өзін қоярға жер таппады. Жаны жай таппай жүреді. Я, үйдегілерінен. Дым қызық жоқ. Аха. Сенде не жаңалық? Шымбане? Қандай күшті. Жоқ, бізде Алматыда қаз салқын. Қашан келесің Алматыға? Көзіме көрме! Тыңда мені, отыр дейші. Менде ешкім жоқ, шынын айтамын. Кет жоға көзіме көрмей. Айтайын мен саған шындықты. Болды тез, отыр дейші. Бізде ештеме болған жоқ. Мен корпоративтен мас болып қалып, ұйықтап қалыппын Сәкен үйінде. Содан Зарина деген қыз бар екен ол үйде де. Сол бір видео түсіріп алып, соған шантаж жасап жүрмін дейді. Не болып тұр? Сенің бәрін қылықтарыңа мен тойдым уже деген. Жетеді маған уже. Жібер мені. Тыңда мені. Сол кеште Ләйла барлық затты жинап, құрбысының үйіне кетіп қалады. Ол осыншама жаман әрекетке барған, арам пиғылды адаммен бір сәтте қалғысы келмеді. Мамам үйден кетіп қалды. Ата-анамның ажырасуы маған сонша қатты тиді деп ойламаппын. Адамдар ажырасса да, ода тұрған ештеңе жоқ деп ойлайтынмын. Өмір әрі қарай жалғаса береді емес пе? Бірақ қазір ата-анамның ажырасқанына сене алар емеспін. Бірдеңе ойлап табу керек. Мам, қайтсайшы үйге, не болды енді? Қойшы қызым. Дана, сол теманы айтпашы вообще. Даже көргім де келмейді. Мен әкеммен сөйлестім. Оның еш кінәсі жоқ. Қатты уайымдап жүр. Қой, бірдеңелерді айтып, сен басыңды қаттырып, ертең сен Астанаға кетесің, сонымен тұру керек болады маған. Тұрғым да келмейді, көргім де келмейді ондай өтірікші адаммен. Мен уже шаршадым. Сен менді ойласайшы. Қандай өзімшіл адамсың? Кешіре сал. Ойласа, әкең неге ойламайды соны? Мам, мен Жандоспен білесің бірге болдым. Оның отбасы бар. Шын айтып та, өтірік айтып та, қайтарғым келді өзіме. Сонымен не айтқым деп тұр? Отбасын сүйеді. Әкем де сол сияқты. Сені алмайым, мен уже бір көңілім қалғаннан кейін. Мен үшін кешіре көрші. Қайтшы үйге. Ойланайын, Мен Нариманды жақсы көрем. Бірақ ол мені қатты ренжітті. Соңғы кездері Нариман жайлы отбасымыз туралы көп ойлаймын. Мүмкін Нариманмен дұрыстап сөйлесуіміз керек па? Лейла, Сәлем. асығыссың ғой. Иә, үйге асығып бара жатырмын. Шынымен бі? Иә. Нариман үйге жас тоқал алып келді ма десем? Қаяқтағы тоқал? Не Жаңа айтып кіріп тұрсың бара сен, Баян? жатқанын көрдім. Сенбесең тексеріп көр. Осы саған жақсылық жақпайды екен тегі бір. Баян, сенің де өсегің таусылмайтын болды ғой. Ту, саған айтам деп қайта сумочканы өткеттің ғой. Отбасым деген Лейланың отбасы қыл үстінде тұр. Қызы жүрген бір жезөкше, күйеуі қатын құмар. Ана Данасы жүрген бір патшайым. Алдымен өзінің өміріне қарап алсыншы. Ал Лейла күйеуім туралы ақыл айтқанда бәле еді өзі. Енді бәрі өзінің басына келіп тұр. Не істер екен? Бейкүнә
періште сияқты ана түрін көргенде жүрегім айнитын еді. Көрсін енді отбасының азабын. Ләйла күйеуінің бетсіз ісіне таң қалады. Күйеуінің сазайынын тарттырып, соңғы нүкте қоюға үйге бара жатқан Ләйла өсекші баянның сөзіне құлақ аспаудың орнына одан әрі ашуға булығады. Кіріп бара жатқанда әлгі келген қызбен соқтығысып қалады. Зарина? Зарина? Тоқта, қайда барасың? Зарина, мен сенімен сөйлесуім керек. Зарина! Зарина, мен сені бірдеңе сұрайын дегем. Жұмырған ба? Не? Бұл семейканың қарғы сатсын. Барлығы естерінен ауысқан біреу. Үй емес жындыхана. Қатынына дейін артымнан соншама қуды ғой. Мен бәрін бұлай қалдыра қоймаспын. Жасағандарын әлі өкінетін болады. Сен не істеп жүрген адамсың? Тоқташ, бәрін өзім түсіндірем. Мен кетпей жатып Мама! үйге кіргізіп алыпсың. Мама, не болды, мама? Сен де осындасың ба? Сен мен әдейі шақырдың ба сол үшін? Не болып қалды, мама, не болып қалды, айтшы. Сен қояр сендерді көргім де келмейді. Лейла, тоқта. Тоқташ, тыңдаш. Көргім келмейді осындерді. Тух, мама, тоқта. Мама! 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 Ләйла Нариманмен тұрмыс құрып, бақытты өмір сүріп жатқан еді. Соңғы кезде барлығы дүрбеленге айналады. Астанада оқып жүрген қыздары Дана үйленген еркекпен кездесетіні белгілі болады. Мұны білген Ләйлаға бұл ауыр тиеді. Оның үстіне күйеуінің соңғы уақытта бір түрлі болып жүргені күдік туғызады. Ләйла күйеуінің басқа біреуі бар деген ойға келеді. Үйіне жас қыз келіп, күйеуін әшкерелейтін видеосы бар екенін айтқанда, күйеуінің шынымен басқа біреуі бар екеніне көзі жетеді. Ләйла үйден кетіп қалады. Қызы көндірген соң үйге қайта оралуды ұйғарады. Алайда үйінің алдында әлгі қызды қайта кездестіреді. Ызаланған Ләйла үйден қашып кетеді. Анасының артынан жүгіріп шыққан. Барлығын түсіндіргісі келген Дананы көшеде машинаға келеді. Дана! 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 Үйден атып шыққан Дана машинаның келе жатқанын байқамай қалады. Дананы ауруханаға алып кетеді. Ауруханада қатты жарақат алмаған анықталады. Алайда ауруханада біраз жату керектігін дәрігерлер жөндеп санайды. Скорый! Жаным қызым! Дана! Дана, бірдеңке деші, не болды саған? Дана! Дана! Даночка! Дана! Дана! Қызым! Қызым, ал бірдеңке деші! Қызым! Даночка! Жаным сол! Сол, Дана, осының бәріне мен кінәлімін. Менің кесірімнен болды осы жағдайдың бәрі. Құдайым-ау. Мама. Дана, алтын мені. Дұғарыңдаршы. Бәрі жақсы. Бәрі жақсы. Көрдің бе, мама? Қандай іс-әрекетке бардың сен тыңдау үшін? Неге олай істедің, жаным? Үйдегі сайқал қызды біз папа екеуміз әдейі шақырдық. Заринаны ма? Сол, жаңа видео туралы. Жәнібек есіңде ме? Сен сыныптасың ба? Иә, оның таныс баласы полицияда жұмыс істейді. Заринаны видео бар екенін, жоқ екенін білгіміз келген еді. Ешқандай бізде видео жоқ. Айттым ғой мен саған. Сол үшін шақырып. Сен кеше көргенің де сол. Папаның жұмысындағы... Қалжыңдамай, қайдағын айтпай. Папаның жұмысындағы досы папаны орнынан алғысы келді. Сол үшін жасаған. Зарина ақша табу үшін, жаңа айфон алу үшін. Жаңа видеоның бар, видеом бар деп